Сәлем әңгімесер тыңдарман. Менің арнама тіркеліп, ұнаған әңгімеңізге лүпіл басып, пікір қалдырып, жаңадан шыққан бейнені алғашқылардың бірі болып тыңдау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Көп рахмет. Мен ол жігітпен алғаш компанияға жұмысқа келген кезде таныстым. Өзі сымбатты, білімді жігітті ұнатпаған қыз жоқ. Бірақ ондай келісті жігіттердің қызғымар болатыны белгілі ғой. Сондықтан мен оған өзімнің ұнататынымды білдірмей, ол маған көңіл білдіріп, қылмыңдай бастаса, өзімді қатал ұстауға тырысатынмын. Бірақ біраз уақыт өте келе екеуміз жақсы дос болып кеттік. Жақсы араласа бастағанымызға бір жылдай болғанда, ол 8 наурыз мерекесі қарсаңында маған тұрмысқа шығуға ұсыныс жасады. Алғашында мен оның мұндай ұсынысын әзіл деп ұқтым, бірақ ол маған күнде гүл сыйлыға келуден жалықпады. Ұсынысын қабыл алғанымша маза бермеді. Сонымен екеуміз алдағы жазда тойымызды жасайтын болып келісіп, қыз бен жігіт ретінде жүріп жүрдік. Мен оның ұсынысын қабыл алғаннан кейін жігітім маған төсек қатынас туралы жиі айтатын болды. Мен оған бірден үзілді-кесілді қарсы болдым. Сөйтсем, менің болашақ күйеуім мен алғаш жұмысқа келген кезімде өзіне назар аудармағаным үшін, қайтсем де осы қызды өзіме қаратып, онымен төсектес болам деп компанияда жұмыс істейтін жігіттермен бәстескен екен. Оны құрбым айтты. Шындыққа көз жеткізу үшін бірден жігітіммен ашық сөйлестім. Алғашында қипақтап мойындағысы келмегенмен, мен оның көзінен ақ мен алдағанын білдім. Мен осы жағдайдан кейін ешқандай жігітке сенбейтін болдым. Сөйтіп жүргенімде бір жиында өзімнің бірге оқыған курстас жігітімді кездестіріп қалдым. Оқып жүргенде сондай сабырлы, мінезі жуас жігіттің тіпті арамызда бар жоғы білінбейтін. Ол да отбасын құрмапты. Ол банктердің бірінде менеджер болып жұмыс істеп жүр екен. Сонымен екеуміз бір-бірімізбен телефонымызды алмасып, бірнеше мәрте кездестік. Көп ұзамай екеуміз отбасын құрдық. 1-2 жыл екеуміз де жұмыс басты болып, арамызда баланың болмай жүргеніне де аса алаңдамадық. Бірақ отбасын құрғанымызға 3 жылдан асқанда менің бойымды балалы болмай қалса қайтем деген қорқыныш билеп алды. Күйеуім екеуміз біраз дәрігердің табалдырығын тоздырдық, бірақ нәтиже болмады. Бәрінің айтатыны, бәрі жақсы, тек жолдасыңыз аздап емделу керек, балаларыңыз болады дейді. Күйеуіміз екеуміз де біраз уақыт ем алдық. Осы кезде менің жуас күйеуім мінез шығара бастады. Уақыт өте келе, ол мені көлеңкесінен қызғанатын болды. Жұмыстан келсем, ұялы телефонымды тексереді. Соңымнан аңдиды. Ойда жоқ кезде жұмысыма келеді. Әйтеуір өзінің қызғаншақтығымен мені әбден мезетті. Маған қатты айғайлап, қол көтермесе де оның тіміскіленіп, менен күдіктенгені әбден қанымды қайнатты. Одан кейін ішетінді шығарды. Ішіп алып күшейіп, кіммен болдың? Қайда бардың? Сен мені менсінбейсің, біреуің бар, деп оттайтынды шығарды. Өзім балалы бола алмай жүргеніме жаным күйзеліп жүргенде, күйеуімнің қылықтары жүйкеме тиді. Күйеуіме де, өміріме де өкпелеп жүрген күндердің бірінде өзімнің алғашқы жүрген жігітімді кездестіріп қалдым. Ол екеуміздің арамыздағы жағдайдан кейін компаниядан кетіп қалған болатын. Қанша айтқанмен бұрын өзім қатты ұнатқан жігіт қой. Оны көргенде қуанып кеткенімді жасыра алмадым. Ол да мені көргеніне қуанышты екенін айтып, екеуміз бірге тамақтандық. Өткен кеткенді еске алдық. Сол кезде ол маған жігіттермен бәстесіп, сені өзіме қаратып аламын дегенім рас. Бірақ кейін шын ғашық болып қалған едім дегенде не дерімді білмедім. Күйеуімнен әбден көңілім қалып, құлазып жүргенде кездескен алғашқы махаббатыммен сол түнді бірге өткіздік. Осыдан кейін өзімді қатты кінәлі сезініп, күйеуіме бар шындықты айтып, онымен ажырасқым келді. Онсыз да менен күдіктеніп жүрген күйеуімнің кешірмейтіні белгілі ғой. Қанша рет оқталып айтам десем де батылым жетпей жүрді. Сөйтіп жүргенде күйеуім маған: «Жаным, мені кешірші.
Білем, сені ренжіттім, ақымақ болдым, бірақ мен сені жақсы көрем. Үлкен адамдарша ақылға салып, өмірімізді қайта бастайықшы, Құдай бұйырса, баламыз да болады, демесі бар ма? Жолдасыма не дерімді білмей жылай бердім. Осы жағдайдан кейін мен өзімнің жүкті екенімді білдім. Мұны естігенде күйеуімнің қалай қуанғанын көрсеңіз ғой. Ол мені аялап, тіпті үйдің тірлігіне дейін өзі тындырып тастайтын. Құрақ ұшып, өзімді жақсы көріп тұрған күйеуіме баланың оныкі емес екені, көзіне шөп салғанымды сол күйі айта алмадым. Қазір баламыз 5 жасқа келді. Әкесі ұлын жанындай жақсы көреді. Сондықтан мен өзімнің кешірілмес күнәмді жан-жарымнан жасыруға мәжбүрмін. Оның жүрегін жаралағым келмейді.